Ассалаумағалейкум. Екі күннің бірінде ілгірдің үйіне барып табаныңыз тоздырып жүрсіз бе? Балаңызға немесе өзіңізге тамағыңызға тұрып қалып әбір жетіп жүр ме? Ондай болса тыңдаңыз. Мен сізге айтайын, күншілдік деген ауру бар қазақта. Ол бұрын да болған, бізден кейін де бола береді. Бауыржан атама күншілдік деген нәрсені бір ауыз сөзбенен бұл өзгенің мықтылығын, өзіңнің әлсіздігіңді түсінген кезде туындайтын ауру. Осы күншілдік, көре алмаушылықтың арқасында біреудің көзі болады, біреудің суы болады. Сондай адамдар сіздің сыртыңыздан қарғап сілеген кезде, немесе балаңызға мейіріммен қарап қойған кезде, қызғана қарап қойған кезде сіздің балаңыздың тамағына тұрып қалатын жағдайлар осындай жағдайлардан болады екен. Немесе өзіңіз қазір үлкен кісілерге де тұратын болған. Мен сіздерге айтайын, оңтүстікте бізде сұмдық әр ауылда ілгері бар. Барсаң енді әр қайсысында очередь. Қай сағат, қай уақыт, түннің жарымында барсаң да алдында адам тұрады. 10 шақты машина, 5-6 машина бірінен кейін бір кезектен тамағынан алдырып жатыр. Ал енді соңғы кездері үлкен кісілерге тұратын болған ғой. Неге? Себебін білесіздер ме? Себебі көре алмайтын күншілдердің кесірінен біріншіден. Бұдан кейін екіншіден сіздің таза жүрмеуіңіздің кесірінен. Адам міндетті түрде ғұсылмен жүру керек. Түсініп отырсыздар ма? Ғұсылмен таза жүру керек. Ғұсылмен жүру керек. Ғұсылмен жүрмесе, қара жердің өзі Алла тағалаға айтады екен, лағнет айтады екен. Я Раббым, мынау жерде Алланың жаратқан бір мақлұғы ғой, жердің өзі. Алла тағала айтады екен, я Раббым, мына пендең мені лас, нәжіс күйінше менің бетімді басуда айтшы, оған баспасын менің бетімді таза болып бассын дейді. Түсінесіз ба? Сол үшін таза жүруге біріншіден. Екіншіден, Құранда Фалақ деген сүре бар, біле білсеңіздер. Кезінде түрлі індет аурулар, жұқпалы аурулар, бүкіл бір елдің барлығы бірінен кейін пытырлап жұқпалы ауруға шалдығып өліп жатқан кезде болған оқиғалар. Осы Фалақ сүресін аузынан тастамай жүрген кісілерге ауру мүлде жұқпаған. Түсініп отырсыз ба? Көрінбейтін перде сізді қоршап алады, Фалақ сүресін аузыңыздан тастамай жүретін болсаңыз. Ол өте қысқа ғана сүре, мен сіздерге оқып берейін. Аузубиллахи минаш-шайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қул аъузу би-раббил фалақ, мин шарри ма халақ, мин шарри ғасиқин иза вақаб, мин шарри наффасати фил уқад, мин шарри хасидин иза хасад деген. Міне қысқа ғана сүре. Осыны жаттап алыңыз. Өз ықыласыңыздан артық ықылас жоқ адамда. Өзінен артық. Балаңызға деген, мысалы, балаңызға тұрып қалып жатсам, осыны жаттап алыңыздан суға дем салыңыз. 1000 рет оқып ерінбеңіз. 1000 рет ілгерге барғанша 1000 рет сіз Фалақ сүресін оқыңыз. Сөйтіп суға дем салып балаңызға беріңіз. Аузубилля, одан кейін бармайсыз оған ілгерге. Себебі мен өзімнің басымнан өтті. Менің үлкен балам қазір 6-ға толады иншалла. Сол 1 жасынан бастап ілгерге бірнеше рет барып тұрып қала берді. Сөйтіп тұрып қала берді. Молдаға да барып оқыттық. Одан кейін де тұрып қалды. Содан кейін молда бір ағам бір рет айтты. Өзің намаз оқисың ғой деді. Дем салу әдебін мен саған жіберейін деді. Өзің де білетін шығарсың. Я білемін шығар. Мен саған әдебін кезек-кезегімен әдебін жіберейін. Сол әдеппенен деді, өз ықыласыңменен Аллаға дұға қылып тұр деді. Осы әдеппенен дем сал деді суға. Сөйт дағыны дәретпенен деді. Сөйтіп балаңа сол суды ішкіз, аузубилля, одан кейін бармайсың деді. Міне, шынымен Алладан дұға еттім. Өзім перзентім ғой, я Раббым, қабыл ете көр деп жаңағы Құран сүрелеріменен дем салу әдебіменен мен осы астына жазып кететін боламын. Дем салу әдебіменен отырдым да дем салдым, баламды алдыма жатқызып қойдым. Жаңағы ілгерге барып келгеннен кейін сөйтіп сүп-сүптеп баламды да сүфлеп әр сүреден кейін суға да сүп-сүптеп отырып, екінші балам да енді 1 жасқа келіп қалған одан кейін. Соған да суды ішкізіп жіберді. Міне мен сіздерге айтайын, Алланың қалауымен одан кейін үлкен балам да кішкентай балам да барған жоқпыз. Міне. Сол үшін біреуге болмасын, біреуге көмегім тиер деген оймен айтып жатырмын. Себебі соңғы кезде үлкен кісілер көбейіп кетті деп жатырмын ғой, сол жерге баратын. Оның барлығы сіздің сыртыңыздан көре алмайтын, немесе сіздің сыртыңыздан қарғап сілеген адамдардың жаңағындай арам пиғылынан сіздің тамағыңызға тұрып қалу қаупі бар осындайдан. Түсінесіз ба? Сиқыр деген нәрсе бар. Аузубилля, ондай нәрседен Алла аулақ қылсын. Сондай нәрселерден тұрып қалып жатыр. Сол үшін тұрмау үшін жаңа айттым ғой, Фалақ сүресін жаттамаңыз, 1000 рет айтып жүріңіз. Аузыңыздан тастамаңыз, сізге жақындамай. Ғұсылмен жүріңіз, Фалақ сүресін жаттап, немесе дем салу әдебіменен дем салыңыз. Сөйтіп сол дем салынған суды жиі ішіп тұрыңыз өзіңіз. Сол кезде бармайсыздар. Біреуге кімде-кімге Алланың қалауыменен көмегім тиіп жатса, пайдам тиіп жатса, нұр үстіне нұр. Енді осындай әбір жиі жаңағындай ілгерге барып жүрген кісілерге осы видеоны таратып қойыңыздар. Білсін, көрсін, келесі бармаудың амалын жасасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.